Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының ертөстік бөлімшесі 2014 жылы қазан айында ашылған. Осы балабақшаға арналып салынған арнайы ғимарат қазіргі заман талабына өте сай, өте үлкен, кең жағдай жасалған ғимарат деп айтуға болады. Себебі 6 топқа арналған ғимараттың ішінде балалардың жатын бөлмелері, ойын бөлмелері, жуынатын бөлмелері, көмекші тәрбиешінің арнайы өзінің ыдыс жуатын орны жабдықталған. Материалдық жағдай жасалынған балабақша деп айтуға болады. Енді балабақшамызда 40,5 штатқа қызметкерлер жұмыс жасайды. 6 топта 140 бала тәрбиеленуде. Балабақшамыз осы 2014 жылдан бері үздіксіз халыққа қызмет өтіп келеді. Топта 2 жасар, 3 жасар, 4 жасар балалар арнайы портал арқылы ВКО ДДО КЗ сайты арқылы қабылданып, ата-аналар өздерінің пікірлері мен жолдамаларын алып, балабақшаға тіркетіп, осы күнге дейін осы жүйемен жұмыс жасауда. Енді ішкі қызметімізге келетін болсақ, жыл сайынғы сайыстарға, тәрбиеленушілердің жарыстарына балалар белсене қатысады, педагогтар өздерінің біліктіліктерін көрсетіп, нәтижелерін алуда. Атап айтатын болсақ, биылғы оқу жылы аудан бойынша жүргізілген педидело фестивалінде балабақшаның 6 бірдей маманы 2-ші орынды иеленді. Облыстық деңгейде 2 орынды иелендік, яғни Қалиева Серқаша облыстық педидело фестивалінде 2-ші орын, Жетпісов Айдана 3-ші орынды иеленіп, біздің мәртебемізді бір көтерді. Аудандық үздік тәрбиешілер сайысында тәрбиешіміз Акимбаева Айнұр 2-ші орынды иеленіп келіп отыр. Енді жалпы облыстық семинарларға үнемі барып қатысып, аудан бойынша, облыс бойынша болып жатқан барлық балабақшаға қатысты мәліметтерден, мағлұматтардан, тыныс-тіршіліктермен бәріне танысып отырамыз. Таяуда қазан айында болған алғашқы бірінші мектепке дейінгі ұйымның басшыларымен әдіскерлердің слетіне қатысып, тұмар атты тобымызбен барып қайттық. Яғни ол сайыста 11 команданың ішінде 3-ші орынды иеленіп қуанып қайтты. Ауданның мерейін көтерді деп айтуға болады. Сондай өзіміздің педагогтарымыздың да білімдері жоғары, арнайы осы балабақшаға байланысты мамандықтары бар. 2 тәрбиешіміздің біліктілігі педагог сарапшы, 3 тәрбиешіміздікі оператор педагог біліктілігін алған. Қалған заман талабына сай, қалған педагогтарымыз да өзінің тәжірибесімен бөлісіп, осы аудандық семинарларда көрсетіп жатыр. Таяуда ғана балабақшамыз қараша-желтоқсан айларында аудан көлемінде аудан педагогтарына арнап семинар өткізді. Жалпы ата-ана үшін баласының қауіпсіз ортада, жылы жерде толыққанды тәрбие алғаны қажет. Енді біздің балабақшамыз, бөбекжайымыз осындай талаптарды орындап отырған бөбекжайлардың бірі деп санаймын. Себебі бөбекжайымызда есіктен кіргеннен бастап турникет орнатылған, дабыл түймесі орнатылған, барлық топта бейнебақылау камералар орнатылған, яғни кез келген жерден балалардың ойнап жүргені, жатын бөлмесі, ауладағы бейнесін бейнекамера арқылы көруге болады деп айтуға болады. Сондай-ақ енді қазіргі заман талабына сай құндылықтарға өте көп көңіл бөліп жатырмыз. Себебі ең алғаш бала дүниеге келгеннен өзінің кім екенін, осы қоғамның бір бөлшегі екендігін, ұрпағымыздың келешек заманның иесі екенін білдіру үшін балабақшамыздан бастап біз балаларға құндылық үйретудеміз. Олар өздерінің киімдердің шкафтарының өзінде де ұлттық құндылықтар бейнеленген маркировкалар, нумерациялар бар. Яғни күнделікті бала жұмыс жасағанда тек қана өзінің ұлтына сай, құндылығымызға сай құралдармен, ойындармен ойнаса дегенді басты талап қылып отырмыз. Енді әрбір топта осы балаларға арналған тыныштандыру бұрыштар бар, ұлттық бұрыштар бар. Күнделікті мысалы спорт жетекшіміздің өзі балаларға ұлттық ойындарды үйретуді
машықтандырып жүр. Ән жетекшіміз ұлттық ән сазды әуендерге баулып жүр. Ұлттық жаңағы аспаптарды көрсетіп, соларды қалай әуендерін тыңдатуда, тәрбиешілеріміз жаңа ұлттық ойындарды, ұлттық құндылықтарымызды насихаттап балаларымызға тек қана осы өзіміздің ана тіліміз қазақ тілінде жаңағы тәрбие білім беруге жаңағы бағыт бөліп отырмыз деп айтуға болады. Ойыншықтардан тізілген қана жақсы шыршамыз, ән шыққақ баршамыз. Екі қол қатады, бір дейді, оқа келмейді. Құштарын үшін қап жүр, ешкешкен кейін күткен ән салыпты. Дада екі қолы қаптада, апам сұрақ сұраса, ұйықта қапты масқара. Емін бесі сықтып судан ұшып, екі деген ерін талан тауын көгін, үш дегенім бақыт, өмір сақтар жігіт, бес дегенім өмір сақтар жігіт. Bye.